Сәлеметсіңдер ме балалар? Сәлеметсіздер. Бүгін мен сендерге түлкі мен қоян ертегісін оқып берейін. Орманда түлкі мен қоян өмір сүріпті. Түлкінің үйшігі мұздан, ал қоянның үйшігі ағаштан болыпты. Көктем келіп, күн жылынғанда түлкінің үйшігі әрине бірден еріп кетті. Жаураған түлкі қоянға келеді. Қоян, мені үйіңе кіргізші, жылынып алайын. Жылпас түлкі осылай алдап сулап аңқау қоянның үйшігіне кіріп алып, ақыры оны үйден қуып шығады. Қоян жылап келе жатып, иттерге кезігеді. Қоян, не болды саған? Соншалықты қамығып кетіпсің ғой. Қоян айтады: қалай жыламайын? Түлкінің мұз үйі еріп кетіп, менің жылы ағаш үйімді тартып алды. Енді міне баспанасыз тентіреп жүргенім. Жылама, біз ол оңбағанды қазір үйден қуып шығамыз, деп иттер жиналып қоянның үйіне келеді. Ау, әй түлкі, шық қане, босат қоянның баспанасын, дейді. Аха, шықсам шығайын, бірақ мен далаға шықсам сендерге жақсы болмайды, дейді түлкі. Барлығыңды быт-шыт қыламын, деді. Иттер қорқып, үрейі қашып кетеді. Басы аманда қашып құтылуды ойлап, тайып тұрады. Үйі жоқтың күйі жоқ деген қоян қаңғи шаршап, тағы да жылай бастайды. Алдынан аю шығады. Қоян-ау, не болды? Сонша неге жылайсың? Жыламағанда қайтейін? Түлкінің мұз үйі еріп, менің жылы ағаш үйімді тартып алды. Жылама, мен оны қазір қуып шығамын. Жоқ, қуып шыға алмайсың. Иттер де қуып шыға алмады. Көресің, қуып шығамын, деді аю. Аю үйшіктің алдына келіп, түлкі шық, босат қоянның үйін, деп ақырады. Түлкі: пеш үстінен шықпаймын, шықсам саған жаман болады, быт-шытыңды шығарам, деп қорқытады. Аюдың үрейі ұшып кетеді. Амалы құрған қоян тағы да жылай бастайды. Қараса жанынан алтын айдарлы әтеш өтіп бара жатыр. Қоян, неге жылап отырсың, деп сұрайды. Жыламай қайтейін? Түлкінің мұз үйі еріп, менің жылы ағаш үйімді тартып алды. Жылама, мен оны қазір қуып шығамын. Жоқ, сен қуып шыға алмайсың. Иттер де, аю да келді, бірақ қуып шыға алмады, дейді. Сен де қуа алмайсың, дейді. Жүр, көрерсің, қуамын. Екеуі үйшік жанына келеді. Әтеш қатты дауыстап өлең айта бастайды. Шөп шабамын, түлкіні іздеп табамын. Қоянның үйінен шықпаса, оны да шалғынша шабамын, дейді. Түлкі сол кезде қорқып кетіп: қазір шығамын, киініп жатырмын, дейді. Қайтадан Әтеш дыбыс шығарады. Шөп шабамын, түлкіні іздеп табамын. Қоянның үйінен шықпаса, оны да шалғынша шабамын. Түлкі Әтеш өстіп әндетіп айқайлайды. Түлкі сасқалақтап: қазір, тоңыңды киіп жатырмын, дейді. Әтеш әнін 3-ші рет қайталай бастағанда, түлкінің зәресі ұшып, қашып кетеді. Сөйтіп қоян ержүрек Әтештің көмегімен қайтадан өз үйін қайтарып алыпты, балалар. Сендерге ертегі ұнады ма, балалар? Бұл ертегіде қандай кейіпкерлер болды? Қоян, ит және аю, Әтеш. Ең қоян, мықтысы